кім сынақтың сауабын білсе, ол қиындықтан, сынақтан шыққысы келмейді деді. Шыққысы келмейді деді. Демек, сіз біріншіден Алланы сүйгендіктен Алланың ісін сүйесіз. Алланың ісін сүйесіз, және одан кейін тек қана бұл жерде Алланың ісін сүю ғана емес, Алла тағала оның сол сынақтың астында сізге мол сауапты жасырып қойды. Өйткені көптеген хадистер бар ғой. Кім басына түскен қиындыққа, ауыртпашылыққа шыдайтын болса, сабырлық ететін болса, оған жәннат болады, оған мынандай болады, оған мынандай болады деген хадистер өте көп келеді. Сол Риядус-Салихин кітабын ашып, имам Науауидің сабырлық бабын көретін болсаңыз, сол жерде тіпті аяғыңызға кірген тікенектің өзі жаныңызға батады ғой. Алланың құзырындағы дәрежеңізді бекітетіндігі айтылған. Yani, аяғыңызға кірген тікенек те сіз үшін кафара. Сол үшін де сіз оған разы боласыз. Бір жағынан Алланың ісі сынақ, сіз Алланы жақсы көрдіңіз, Алланың ісін жақсы көресіз. Және екіншіден, сол арқылы Алла тағала сіздің күнәларыңызды кешіреді. Ыстығыңыз көтерілді ме? Күнәңізге кафарат. Тамағыңыз ауырып қалды ма? Күнәңізге кафарат. Барлығы сіздің дәрежеңізді Алланың құзырындағы бекітеді.